200-ші есеп көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар. Бірінші сын қарайық. 9-ның 3 дәрежесі көбейтілген 9-ның 4 дәрежесі. Бұл не деген сөз? 9-ды 3 рет көбейткен және де 9-ды 4 рет көбейткен. Сонда бұның дәрежесі неше болады деген сөз. Қарайық, мына 9-ды 3 рет көбейтеміз және көбейтеміз 9-ды 4 рет көбейтеміз. Асықпай осының бәрін ерінбей жазып шығайық. Мен компьютерден жазып отырғасын, кішкене бұл баяулау болады. Ал сендер дәптерлеріңе жазуларыңды міндетті түрде дұрыс әдемілеп жазыңдар. Мына 9-ның 3 дәрежесі, мына 9-ның 4 дәрежесі. Ал егер осылай түгелдей қарайтын болсақ, бұл неше шығады? 9-ның 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дәрежесі болады. Сондықтан бұл жерден біздер қандай түсінік алуға болады? Егер екі санның бірдей санның дәрежелері көбейткен кезде қосылады. 9-ның 3 дәрежесі көбейтілген 9-ның 4 дәрежесі, бұл 9-ның 7 дәрежесіне айналып кетеді. Мына жерде де қандай болады сонда? Мынау 15 дегеніміз 15-дің 1 дәрежесі деген сөз. Мына жерде 1 бар, ол көрінбейді. 15-ті 1 рет көбейтеміз, 15-ті 2 рет көбейтеміз. Сонда толық жауабымыз бұл 15-ті 3 рет көбейтеміз деген сөз. 15-дің 3 дәрежесі. 74 тап солай. 3 дәрежесі және 2 дәрежесі болғандықтан бұның жауабы 74-дің неше дәрежесі болады? 3 қосылған 2, 5 дәрежесі болады екен. А дейді. А дегеніміз бұл кез келген сан деген сөз. Айнымалы сан деген сөз. Сондықтан бұның орнына қай сан болса да, ол 7 дәрежесі және қосылған 2 дәрежесі болады деген сөз. Өйткені олар бір-біріне көбейтіліп тұр. Және негіздері бірдей. Сонда бізде А-ның 9 дәрежесі шығады. Міне, біздер осы есепті шығара отыра жаңа тұжырым шығардық. Бұл егер екі негіздері бірдей екі санды бір-біріне көбейткен кезде олардың дәрежелері қосылады. Негізі дегеніміз мына 9, немесе 15, немесе 74, немесе А. Ал көрсеткіштері ол 3, 4, 1, 2, 3, 2, 7, 2.